Омар ибн Хаттаб айтады, кімде-кім дұға қылып тұрып дейді, дұға қылып тұрып пайғамбарға салауат айтпайтын болса, оның дұғасы бұлтқа да жетпейді деп айтады. Көтерілмейді дейді. Қашан пайғамбарға салауат айтылған кезде ол көтеріліп кетеді дейді дұға. Көрдіңіздер ме? Пайғамбарға айтылған салауаттың берекеті осындай ұлы екен. Мына Шам жерінде әлі тірі ол кісі имам Мұхаммад Хайру Шаал деген Дамаск деген қалада бір мешітте имам кісі бар, өте ғалым жақсы кісі. Сол кісінің жамағаты бар екен, енді мешіттің жамағаты ғой. Сол жамағаттың ішінде бір кісі бар екен де әрдайым намаздан кейін қалып қойып отырып, өзі салауат айтып отырады екен. Енді мына имекең білгісі келеді ғой, енді қандай берекетін көріп жатсың деп. Сұрағысы келеді да, бірақ енді келмейді ана. Бірақ ана кісі мебелшік екен, стол құрастырады екен да. Сол Алланың қалауымен бір күні жаңағы имекеңнің столының табаны несі сынады ғой, аяғы сынады да, ана кісіні шақыру керек болады. Сәлім деген кісі екен, ата, сәке, осындай сынып қалды столым аяғы, жөндеп бересің ба? Кабинетке келді. Кабинетке келеді, сәкең столдың аяғын жөндеп береді, кофені береді, жақсылап. Әңгіменің ұшын шығару керек қой, шығара алмай жатыр ана әрі бері. Сол айтады ғой, енді сен салауатты көп айтасың, екеуміздің арамызда қалсын. Сол қандай бір берекетін көріп жатсың сен дейді да. Сонда жаңа Сәлім деген кісі жылап жіберген екен. Жылаған екен да, айтқан екен. Имеке, бұл салауаттың берекетін мен былай көргенмін дейді да. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламды түсімде көрдім мен дейді. Көрдіңіздер ме? Кімде-кім оны көрсе, шынымен оны көрді дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам кімде-кім түсімде мені көрсе, ол мені көрді дейді. Өйткені шайтан менің бейнемде келе алмайды дейді. Көрдіңіздер ме? Кеше мына ана қарама-қарсы Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам мешітіне қарама-қарсы гостиницада болған оқиғаны айттым ба, айтпадым ба білмеймін. Бір әжеміз, кеше біздің қазақ әжеміз бір компаниямен келген осы кеше. Біздің алдымызда бір поток бұрын келген екен. Апаларды кіргізбеген ғой мына неге, раудаға Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам сәлем беруге неге кіргізбеген. Ана апам жылап, еңіреп, кіре алмадым деп. Сонымен гостиницасының терезесінен қарап отырып, Алланың елшісі деп айтқан екен да. Пайғамбар, мен келіп тұрып саған сәлем бере алмай жатырмын, қасыңа барып, кіргізбей жатырмын мыналар. Мені кешір, жазғыра көрме деп айтқан ғой жаңа апамыз. Әжем кешкісін демалған кезде түсінде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам келген екен апама, қазақ апаға келген. Апа, сіздің салауатыңызға мен жауап бердім деп айтады дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам. Сіздің салауатыңыз маған сәлеміңіз жетті, мен жауап бердім деп айтты дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам. Апамыз біздің қазақ апамыз, Алматыныкі ма, бір жақта екен. Көрдіңіздер ме? Ол кісі келсе шынымен келді. Сіздер де кіре алмай қалып жатсаңыздар, осы жерден жолдай беріңіздер, барады Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам жауап береді сіздерге. Көрдіңіздер ме? Ешқандай қаймық, қажып, жаңағы ренжіп не қылуға болмайды. Ол да бір тағдыр Алланың нәсіп етпей тұрған. Сонымен жаңағы ағамыз Сәлім дейтін көкеміз түсімде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам келді дейді ғой. Ей Сәлім, сен менімен бірге жәннатта боласың деп айтты дейді. Анан қараңыз. Ағыл да тегіл жыладым дейді жаңа кісі айтады. Сәлім көкеміз ұйықтап жатып жылайды екен жаңа. Ана Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам келіп андай қылып айтқаннан кейін енді Алланың елшісі маған бір нәрсені өсиет етші, мен соны істеп жүрейін тым болмаса деп айттым дейді. Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтты дейді, ей Сәлім дейді. Таң атқан кезде, кеш батқан кезде жүрегіңді тазалап жат деп айтты дейді. Біреуге деген өшпенділіктен, жек көрушіліктен, көре алмаушылықтан, тәкаппарлықтан түрлі жүректің аурулары бар ғой. Мына жүрек. Соның барлығын тазалап, кешіріп жат, ұйқыдан тұрған кезде тазалап кешіріп тұр деп айтты дейді. Ананы еңкілдеп жылай берген кейде бір сондай түстер болады ғой. Оянып кетсең көпшіктің бәрі шылқып су болып жатады. Жастық деп айтамыз сіздер, біз жақта көпшік деп айтады. Жастықтың бәрі, ана ағамыз айтады, тұрсам жастықтың барлығы шылқып кеткен дейді. Енді анадан кейін қалай мен салауатты тоқтатам дейді да Пайғамбарға саллаллаху алейхи ва саллам. Сонымен жаңа жөн дейді, осы білгісі келіп тұрған сол ғой имекеңнің жаңа. Имекең біліп алды. Анау кетті жамағат кісі жаңағы. Сол имам айтады, 6 ай өтті арада дейді. Мен дәл сол кездері имам Термизи деген ғалым бар, Өзбекстаннан шыққан. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам хадистерін жинаған өте ұлы ғалым. Сол кісінің 600 имам Термизидің Сахих хадисі деген кітабын жазып жинақтап отыр едім дейді. Ішінен тарс еткізіп хадис шықты дейді ғой. Жаңа Сәлім көкенің айтқан хадис шықты дейді ішінен. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам Анас ибн Малик деген сахабасына, осы мәдиналық ансарлық сахабасына айтқан екен. Я Анас, ей Бунайя, ей балақай, ин истата'та ан тусбиха ва тумси. Шамаң жетсе, таңертең кеш батқан кезде, таң атқан кезде, валайса фи қалбика ғишшун ли ахади минал муслимин дейді. Жүрегіңде ешқандай жаңа айтқан нәрселер бар ғой, көре алмаушылық, жек көрушілік, өшпенділік, ренжу, ана кешіре алмайсың ананы. Соның барлығын тазалап жатсаң дейді. Шамаң жетсе істе деп айтты дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам. Хада мин суннати дейді. Бұл менің сүннетімнен деп айтты.
пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзіне зиян істеген адамдың барлығын жатарда кешіріп жатады екен. Ондай жүрек бар ма? Кім айта алады мен кешіріп жата аламын деп? Өзіңнің бауырыңның істеген зияндығын кешіре алмаймыз біз. Екеуің бір әкеден бір шешеден шыққансыңдар, бірақ не? Соны кешіре алмай әлі күнге дейін 30 жыл бойы бір-бірімен қатынаспай келе жатқан менің туысқаным бар. 30 жыл болған. Ана екі әйел абысын деп айтады ғой, абысын ана қырылып жатқан бала бір-бірін боқтап жіберген, сонымен абысын екеуі қырылған, абысыннан екі ағайынды бір-бірімен бір ауылда араласпай кеткенше 30 жыл болған. Қараңыз, не деген кек анау. Ертең дәл солай өліп кетсе не болады ертең анау. Сонда бұл көрдіңіздер ма? Кім болса соған нәсіп болатын нәрсе емес екен да ана жүректі тазалау деген. Ал жаңағы Сәлім көке ше. Сәлім көкеміз айтады дейді, жаңа түс көрген. Мен сол түсті көргеннен бері мүлдем еш нәрсені жүрегіме қабылдамайтын болдым дейді. Біреу мені боқтай ма, ренжи ма, мен оған ренжим, бәрін тазалап тастайын деп айтады дейді. Ештеңе, мынаны сау қыл, ұйқым рахат деп айтады дейді. Адам ұйқысы да рахаттанады ма таза болса. Мынау таза болмаса, ойбой, жарықты ұйқыда келмейді, дөңбекшіп түнімен жатасың. Біреуді көре алмайтындар, вообще ұйықтай алмайды екен жаңа. Бір жігіт айтып тұр, көршімді көре алмаймын дейді, мә, сәкіде жатсам да далада ұйықтай алмаймын дейді. Білмеймін, ана жыным келіп жүреді дейді өзіммен өзім. Мен ештеңемді алған жоқ дейді, бірақ ол. Бірақ асып баратыр дейді шамалы. Астына күшті машина алып жатыр, көтеріліп барады. Менің ештеңемді алып, бірақ мен соны көре алмай ұйықтай алмаймын дейді. Өз-өзіне зиянды істеп жүрді бейшара. Нең бар біреудің дүниесінде? Көрдіңіз бе? Осылай өз-өзімізді құртамыз да. Сол жүректе пайғамбар саллаллаху айтып жатыр, "Хаза мин суннати" дейді. Бұл менің сүннетімнен дейді, жүрек тазалап жатыр. "Ва ман ахя суннати фақад ахаббани." Кім менің сүннетімді тірілтсе, онда ол мені жақсы көргендігінің белгісі дейді. Ана қараңыз. "Ва ман ахаббани фаякуну ма'i фил жанна." Ал кім мен жақсы көретін болса, менімен бірге жәннатта болады деп айтты дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ана қараңыздар. Сол хадисті жаңағы Имекең тауып алған ғой. Телефонды алғанда бағанағы мебелші көке бар ғой. Сәлім көкеге звондаған. Сәлім көке, ана сіз көрген түсіңізде көрген оқиға мына жерде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Анас ибн Малик деген сахабасына айтыпты дейді ғой. Имам Термизиде келіп тұр екен деп хадистің мәтінін оқып береді тақ еткізіп Имекең. Сонда жаңа мебелшік Сәлім көкем телефонның ар жағында ойбайлап жылап жатыр дейді. Имеке, уаллахи деп айтады дейді. Мен Алламен ант етейін дейді. Бұл хадисті қанша жыл өмір сүрсем де бірінші рет естіп тұрмын деп айтады дейді. Маған пайғамбар саллаллаху алейхи келіп айтқанға дейін мен оны білмейді екенмін деп айтады дейді. Көрдіңіздер ма? Бұл ненің берекеті екен? Пайғамбарға айтылған салауаттың берекеті екен. Көрдіңіздер ма? Салауат жүрегіңізді тазалайды, әрі не істейді? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды көруге себепші болады екен. Көруге себепші болады екен. Бірақ көргенде де ол кісіні жақсылықпен көруді нәсіп етсін Алла тағала. Өйткені ана Ақтөбеде бір жолдас балама, өзім танитын жолдас балама, пайғамбар саллаллаху алейхи келді дейді да айтты, "Ей пәленше, намазыңды дұрыстап оқы" деп айтты да ренжулі кейіппен кетіп қалды дейді. Маған айтады, мен енді соны не істеймін дейді. Жынтсың ба, не істейміз? Мен не істеймін саған? Пайғамбар саллаллаху не деп айтты, соны істе. Бірдеңе деп мен айта аламын ба ол кісінің артынан? Намазыңды дұрыстап оқы деді ма? Дұрыстап оқы намазыңды. Сөйтсе ол 5 уақыт оқып жүріп, кейін Жұмабай болып кеткен екен да жаңа жігіт. Жұмабай айтпай дегендер бар ғой бізде. Оразабай деген сияқтылар. Тек жаңа белгілі бір уақыттарда Құдайды еске алады да одан кейін лақтырып жібере салады. Сосын басы бір жерге қадалған кезде тағы Құдай керек болады. Ондай болмау керек, көрдіңіз ба? Алла не дейді? Мені кең кезіңде еске алып жүр дейді. Таршылыққа түскен кезде мен суырып алып шығамын дейді сені. Біз ше тек қана басымыз бар, тиген кезде барып Құдайды еске аламыз, сосын бітпейді шаруа. Несіне бітеді? Оған дейін алынбағанда Құдай еске. Оған дейін керек емес. Обязательно шаруан қадалған кезде, басыңа проблема түскен кезде, братандарың бітіре алмай жатқан кезде керек болып қалады Құдай. Братандар бітіріп тұрған кезде Құдай да керек жоқ болып қалады. Көрдіңіз ба? Сондай біздің сеніміміз бұзылып бара жатыр да. Соның барлығына не істеуіміз керек екен, бауырлар, Алланың қонақтары, сақ болуымыз керек екен.